Армысыздар, назарларыңызда бас жаңалықтары. Мемлекет президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаев үкіметке тапсырма берді. Қабылданған шаралар қаланы қиын жағдайдан шығаруға септігін тигізеді. Екібастұзға келген премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярға тұрғын үйлерді жылумен қамтамасыз етуді қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарға жедел басшылық жасау тапсырылды. Бұл бағыттағы жұмыстар аяқтауға жақын. Сондай-ақ мемлекет басшысы үкіметке қалаларды қысқы жылыту маусымына дайындау кезінде жіберілген қателіктерге мұқият талдау жүргізу міндетін жүктеді. Сондай-ақ үкіметке Екібастұзда және де басқа елді мекендерде қалыптасқан жағдайларды түбегейлі өзгерту үшін нақты шешімдер қабылдауды тапсырды. Бұдан бөлек, жекешелендірілген энергетикалық активтерге және олардың иелерінің жауапкершілігіне қатысты мәселелерді шешу қажет екендігін ескертті. Президент үкімет пен құқық қорғау органдарының барлық жұмысы өзінің жеке бақылауында екендігін атап өтті. Сонымен қатар, әлем чемпионатында болып жатқан футболдан жолдастық кездесуде ширек финал кестесі нақтыланды. 9 желтоқсан күні Хорватия Бразилияға қарсы ойнаса, Нидерланды Аргентинаға қарсы өнер көрсететін болады. Ал 10 желтоқсан күні Марокко Португалияға қарсы ойын көрсететін болса, Англия Францияға қарсы ойын көрсетеді деп білеміз. Толық ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында.